Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институты өзінің кезекті мынау білім мен ғылым зерттеулердің қолжетімділігін арттыру бағдарламасы аясындағы вебинарларын жалғастырады. Бүгінгі біздің спикеріміз Бегалиев Қанағат Біләлұлы, көкөніс бақша және картоп дақылдарының бөлім меңгерушісі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылымдар академиясының мүшесі. Бүгінгі тақырып Қызылорда облысы жағдайы бойынша бақша дақылдарын өсірудің агротехникалық шаралары. Әрине бұл тақырып біздің көп ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне қызықты болу керек. Сондықтан да Қанағат Біләлұлы, өзіңіз баяндамаңызды бастай берсеңіз. Рахмет. Мына суармалы егіншілік жағдайында бақша шаруашылығы, қазақстандық бақша шаруашылығы мына еуропалық бақша шаруашылығынан ерекшелігі сонда, бұнда аймақтық қана жағдай емес, бұнда ең басты фактор өздеріңізге белгілі бұл климаттық және топырақ, сол сияқты мына сорттық ерекшеліктері. Қазақстандық дақылдардың, бақша дақылдарының осы сорттарының негізгі мақсаты мына селекционерлердің осы дүниежүзілік және отандық гендік қорларды пайдалана отырып осы бақша дақылдарының жергілікті жерге бейімделген сорттарын шығару болып табылады. Бұның ең негізгі мақсаты осы бақшаның дәруменді өнімдерімен халықты жыл 12 ай осы қамтамасыз ету болып табылады. Өздеріңізге белгілі, соңғы жылдары осы ерте кеш пісетін сорттарды пайдаланғанымызбен осы ақсап келе жатырған мәселе бізде терең өңдеу мәселесі. Бұны кластер дейміз. Өздеріңізге белгілі, мына Әзербайжан, Өзбекстан мемлекеттерін қарайтын болатын болсақ, осы рынок дейміз ғой, мына базарларымызға барған кездерде солардың мына жемістен, басқадан өндірілген, терең өңделген өнімдері көздің жауын алады. Міне біздің осы қазақстандық өнімдерді осылардың орнына қоюға қоятын кезең келіп жетті деп білеміз. Енді осы сортты шығарғаннан кейін ең негізгі мақсат осы бөлімнің негізгі мақсаты оларды мына шаруашылықтарға енгізу болып табылады. Оның ең басты мақсаты үлкен мына жаңағы семинар, мінекей осындай вебинарлар, сосын дала күндері арқылы мына шаруашылық басшылары, мамандары шақырылып, соларға осы әрбір дақылдардың сорттары жөнінде түсініктеме беріліп, нақты көздерімен қолмен ұстап, содан кейін ұсынымдар дайындалып, содан кейін барып мына жаңағы шаруашылықтарға осы сорттар енгізіліп отырылады. Осы сорттардың негізгі мақсатын жаңа біз айтып кеттік. Енді осылардың әрбір сорттардың өздерінің ерекшеліктері болады. Жаңа біз айтып кеттік қой, енді жалғыз климаттық жағдаймен байланысты жерге бейімделген сорттар шығарылып отырады. Біздің негізгі мақсатымыз. Оның мақсаты не? Оның мақсаты тұрақты өнім алу, соның сапасын арттыру және халыққа толық қанды дәруменмен қамтамасыз ету. Соңғы жылдары өздеріңізге белгілі, мына күріш шаруашылығы біздің Қызылорда өңірінде сонау корейлер келгеннен кейін қатты дамып келе жатыр. Біздің осы Қызылорда өңірінің бақша, соның ішінде қауын, мына Әмірек Ташаубаевпен бірге сол кезеңнен бастап Парижде өзінің ойып тұрып бірінші орнын алған дақыл. Сол кездерден бастап сыр қауын деген атаққа ие болды. Ал енді осы сыр қауынның бүгінгі кешегі және бүгінгі жағдайы қандай? Енді бұлай алып қарайтын болатын болсақ, қазір оңтүстік өңірінен ағылып келіп жатырған бақша өнімдерінің мөлшері өте көп, бірақ осы мөлшермен саналама жоқ. Мысалы, агропром комитет кезеңдерінде, жұмыс істеген кезеңдерінде
жобалау зерттеу станциясы болды. Жобалау зерттеу станциясының ішінде осы бақша өнімдерінің нитратын және нитраттарын тексеретін жылжымалы зертханалар болды. Бұл санэпидстанциямен бірге отырып осындай тіршіліктерді атқарып отыр. Күніне 4-5 машинаға шейін оңтүстіктен келетін қауын қарбыздардың утилизация дейміз ғой енді. Соларды малға да бермей жою процестері жүргізіліп отыр. Қазіргі кезде мына инфекциялық больницамен былай хабардар болатын болсаңыздар, күніне 30-40 адамнан осы қарбыз қауын дақылдарын өнімдерін жегеннен осы больницаға түсіп жатқан адамдардың саны күн санап артып келе жатыр. Бұл деген өте қауіпті нәрсе. Біздің түйнектер енді түйнектеп жатқан кездерде оңтүстік өңірлерінен өте минералдық тыңайтқыштарының 2-3 есе дозасымен берілген нитраттары 7-ден 8, кейбір кездерде 10 есе артып кететін осындай мөлшердегі өнімдер келіп тұтынылуда. Ең басты біздің негізгі факторымыз адам болатын болса, оның денсаулығы. Мінекей осы денсаулықты сақтау бағытында осы бақша дақылдарының агротехнологиялық ережелерін сақтау өте қажет-ақ. Неге? Өйткені мына жаңағы қазір жаңа ғана біз айтып кеттік, соңғы жылдары осы күрішпен қатты біз айналысып кеттік. Жылма-жыл единственный источник дейміз ғой, мына бассейн Сырдария өзенінің суы жылма-жыл артып келе жатқан жоқ, өздеріңізге белгілі тартылып келе жатыр. Сол себептен де әрбір дақылдарға диверсификациялық дақылдарды енгізу, мына күріш дақылдарының ішіне, соның ішінде мына бақша өнімдерінің үлесін арттыру. Бұл не деген сөз? Өзі экологиялық апат аймағында бақша өнімдерін тұтыну қажет-ақ. Бұл біріншіден иммунитетті көтеретін болатын болса, екіншіден мына жаңағы бала денсаулығы, мінекей адам денсаулығы, осы мәселелер жөнінде мына бақша өнімдерінің дүниесі көп. Міне күнге күйіп, ыстық күнде, осындай аптап ыстықта еңбек істеп жүрген еңбекшілердің тіршіліктеріне біз бүгінгі күні дән ризамыз. Бұл д дәрумендерінде осы күн арқылы алып жүр, өсімдіктермен бірге. Бірақ дегенмен де осы бақша дақылдарының өнімін тұтынатын болатын болсақ, оны терең өңдейтін болатын болсақ, бұл бақша дақылдарының мағынасы өте үлкен. Бұны біз кейінгі жылдары тастаңқырап жібердік. Атап айтқанда, биылғы жылы мәліметтерге қарайтын болатын болсақ, бақша дақылдары 9210 гектарға, обыш дақылы 6611 гектарға, картоп өнімдері 1620 гектарға егілген болып отыр. Бірақ дегенмен де бұл бұрынғы біздің егіліп жүрген гектарларымызбен салыстырған кезде 2-3 есе төмен. Соңғы жылдары мына картоп өнімдеріне сұраныстың артып келе жатқаны белгілі. Сол себептен де біздің отандық өнімдерді өндіруге біздің толық мүмкіндіктеріміз бар. Бұл картоп өнімдері, мына обыш өнімдері қол жұмысын өте көп қажет ететін дақыл деп есептелінеді. Біздің бөлім, соның ішінде картоп, көкөніс, бақша дақылдары өнімдері бөлімі осы инновациялық технологияларды соңғы жылдары 3 жыл тәжірибе жасау арқылы қол жұмыстарын 80-нен 90%-ға шейін төмендету мәселелерімен біз айналыстық. Атап айтқанда, бақша дақылдары немен егіледі? Сеялкамен, дән сепкішпен. Жердің бәрі болса да техникамен айдалынады. Кәпіл дейміз ғой, енді мына тамшылатып суару жүйесі жасалынады. Одан кейін мына суару мәселесі, өздеріңізге білім локальны дейміз, әрбір түптеріне ғана су тамшылатып беріледі. Ал минералдық тыңайтқыштары атап айтқандай локалды әрбір түбіне беріледі. Міне сонда 60-70% су, 70%-ке шейін жаңағы минералдық тыңайтқыштарды үнемдеп, сонан кейін түбіне берілгеннен кейін отақ мәселесі де үлкен мәселе. Жан-жағында отақ мәселесіне де біз қатты шештік. Орталарында фреза арқылы обработка жасалынады. Сол енді соңғы жылдары осындай мәселелер енді бір-екі
бір-екі айдың көлемінде осыған біз патент аламыз ба деген де мүмкіндіктеріміз бар. Енді біздің бақша дақылдарын дамытудың озық технологиясы жөнінде бақша дақыл өнімі ең бірінші біздің жерді таңдау, яғни осы топырақ мәселесі. Топырақ мәселесі сіздер жақсы білесіздер. Мына бақша дақылдары орташа сазды және құмдақ жерлерде өте жақсы өседі. Сол себептен де сол жерлердің ең бірінші рет выбор участка дейміз, осы учаскені таңдау кезеңдерінде бұл жерлерде әрбір өздеріне қажетті мөлшерде топырақ үлгілері алынып, бұның топырақ құнарлылығы анықталады. Неге? Өйткені осыған өнім бағытына байланысты. Сосын жаңағы белгіленген жоспарымызға байланысты тыңайтқыш беру мәселелері осы мәселе шешіледі. Мелиорациялық шаралар бұл жерді тегістеу, сосын жаңағы тұзданған жерлерді көру, осы мәселелері. Енді су ресурстарын эксплуатация дейміз, және оны тиімді пайдалану. Жаңа ғана біз айтып кеттік, біз бақша дақылдарына осы тамшылатып суару мәселелерін пайдаланатын болатын болсақ, әсіресе мына израильдік методтарды, сол кездерде біз мына жаңағы өзі жетпей жатқан суды 60-70%-ға шейін үнемдейтін болатын болсақ, бұл бізге үлкен мәселе. Енді өсіру технологиясында әрине көкөніс және бақша дақылдарының ауыспалы егістерін өздері бөліктеу болады. Мінекей осы ауыспалы егістіктерде белгілі схемалар бойынша ауыспалы егіс жүйесі жүргізіліп отырады. Соған өзінің арнайы әрбір дақылдар үшін агротехникалық шаралар жүргізіледі. Сорт және тұқым. Енді біздің осы Қызылорда өңірінде емес, жалпы Қазақстан бойынша осы сорт және тұқым мәселесі өте ақсап келе жатыр. Мысалы, селекциялық жұмыстар жүріп жатырғанмен де осы өнімнің тұқым шаруашылығы. Мына селекцияны ұстап тұратын негізгі бөлік бұл тұқым шаруашылығы. Атап айтқанда, енді біз былай деп айтайықшы, енді тұқым қайта-қайта еккеннен кейін қартаяды. Енді мына ұрпақ адамға бұны салыстырып қарайтын болатын болсақ, ұрпақ қанының ара салмағы, мысалы менің қаным баламда 150% болатын болса, немеремде 25%, шөбереде 12-де 5, шөпшекте 6-да 25, немесе немереде 3-де 12, туажатта 1-де 6, а 8-ші ұрпақта 0,7, вообще ең жаңағы қан мөлшері онда болмайды дейді. Енді бұны қалай түсінеміз? Сонда бұнда бізде репродукция деген дүние бар. Осы суперэлита, элита, сосын бірінші, екінші арман қарай репродукциялық жағдайға кеткеннен кейін тұқым өзінің сорттық қасиеттерін жоғалтады. Мінекей осы мәселесі жөнінде біздің ақсап келе жатырған жағдайымыз бар. Бұрын өздеріңіз білесіздер, Алматинский опытный хозяйство болды бізде. Сол Алматинский опытный хозяйство бізге осы бақша дақыл өнімдерінің тұқымдарын, репродукциялық элиталық тұқымдарын шығарып, осы шаруашылықтарға мына Семович деген өздеріңіз білесіздер, бұл Желтоқсан көшесінде магазиндеріміз болды, осы арқылы тарқатылып отыр. Енді осы мәселесі жөнінде инвесторлар тарту, отандық және шетелдік инвесторлар тарту. Сосын өсімдік қорғау. Осы өсімдік қорғау жөнінде бұл бақша дақылдары сонау осыдан 10-15 жыл бұрын, даже 20 жылдай болып кетті. Мінекей қарақалпақтар бізде қауыншығын деген дүние шықты. Осы қауыншығыны келгенде осы қармақшыға келіп түсті. Осы кезеңдерде мына Телқонда Дүзелбаева, біздің ғалымымыз Валентин Сергеевич, осылардың үлкен еңбектерінің арқасында бұлар Қарақалпаққа шейін барып келді. Сонда осы қауыншығының қаншалықты зиян келтіретіндігі, бұнымен қандай күрес шаралар бар екендігі жөнінде бұлар үлкен жұмыстар атқарды. Мінекей осының арқасында қазір қауыншығымен күрес мәселесі бұл үлкен жаңағы сол кездерде үлкен мәселе болатын болса, қазір бұл қауыншығымен мына Телқонда нелер араласып, осы фитосанитария араласу, өзіміздің мына ғалымдардың араласуымен қазір бұл мәселе қазір жолға қойылды. Атап айтқанда, мына Қазалы ауданында 1,1 гектар осы қауын
шыбынынан өнім ала алмай қалғаннан кейін бізді шақырып осы Дүйсенбаев, Серікбай Ыдырысұлы және менің қатысуыммен осы шаруашылықтарға 120 гектарге дейін қауын егіліп, қауын шыбынынан қорғап, онда рынок сбыта дейді, мына онда хромтау өзімізден Россиядан 5 ауданға жаңа договорлар жасау арқылы, сосын мына жолда кәдімгі нелер навестер жасалынып, осы өнімдер тоқтаусыз өтіп, ешқандай қауын шыбынынан аман есен алып қалған жағдайымыз бар. Бұл өте үлкен мәселе қауын шыбыны. Сол кезеңдерде бұл 80%-ден 95%-ға шейін осы қауын шыбынының зардабын шаруашылықта көрді, әсіресе мына Қазалы ауданы. Мінекей сол себептен де қазір осындай озық технологияларды пайдаланудың негізгі мақсаты неде? Осы мына жаңағы бақша, картоп және көкөніс бақша дақылдарының қол жұмысының соншалықты қиындығы 90-80%-ға шейін бұның кетпенмен жұмыс істейтін болатын болсақ, біздің мына жаңағы ұсынылып отырған инновациялық технологиямызда наоборот 80-90% осы механизм көмегімен атқарылып, 15-20% ғана, 10% ғана мына қол жұмысына қалады. Бұлар деген сөз не? Сонда бұл шығынды азайту, өнімнің өзіндік құнын төмендету. Өнімнің өзіндік құны төмендегеннен кейін сұраныс пен ұсыныс артады. Сосын жаңағы бұның рентабелдігі жоғарылайды. Соңғы жылдары осы жаңағы мәселелерді біз қолға алатын болсақ, мына қызығатын шаруашылықтар болатын болса, біз осы технологияларды толық көрсетіп, мына Шел ауданында біз осы картоп дақылын біз көрсеттік. Картоптың мини тұқымымен 30 килограмм мини тұқымын 1 гектарға егілген кездерде 4-5 тоннаның орнына сол өнімді біз алып беріп көрсеттік. Бұл да бір үлкен жетістік. Сосын осы картоптың тұқымы да, мына көкөністің тұқымы да, мына жаңа бақша дақылдарының тұқымы да қазір азып кеткенді жасырын емес. Біз осы мәселесі жөнінде үлкен жаңағы резонанс бар. Сол себептен ауыл шаруашылық басқармасы тікелей жұмыспен кішкене бізге жәрдем беретін болатын болса, бұл шаруашылықтардың, бұл тірліктерді біз орнына қойып, репродукциялы элиталық тұқымдарды біз дайындап беруге біз дайынбыз. Оған толық мүмкіндіктеріміз бар. Әсіресе мына қауындардың, ерте келетін қауын, қарбыз дақылдарының көкөніс керек болатын болса, мына жаңағы жемшелік өнімдерінің бәрін нитратын осы бақша бөлімі лабораториялық жағдайда экспресс методпен анықтауына мүмкіндігі бар. Сол себептен осыған жаңа рұқсат алынып берілетін болған жағдайда біз мына адам өмірін сақтауға үлкен өзіміздің үлесімізді қосуға мүмкіндігіміз бар. Енді мына бақша дақылдарының даму тарихына келетін болатын болсақ, бұл Самат қосып жүрші. Самат. Даму тарихына келетін болсақ, бұл қазіргі таңда бақша дақылдарының бағыттары бірінші тұтынушыға, бұл ең басты мақсат. Мына осы қала аймақтарына мал азықтық, тауарлы және тұқымдық бағытта. Біздің ең қазіргі ақсап келе жатырған жағдайымыз осы өңірге осы тұқымдық материалдар бағытын біз үлкен қолға алуымыз керек. Бақша дақыл селекциясы жөнінде бізде Сырдария, Малшекер, Нақа, Дәмелі, Ливера, Алтайы бір сияқты сорттарымыз шығарылып, міне шаруашылықтарға берілді. Бірақ дегенмен де осылардың арман қарай олардың өркендеуі, мына осы шаруашылық мамандарына үлкен мәселе. Ең болмаған жағдайда мына шаруашылықтарда еңбек істеп жүрген мына комбайнер, мысалы, әсіресе тракторист, осы звеноводтарға, еңбек адамдарына, мына соларға қамтамасыз ететін бақша өнімдері егілуі тиіс. Картоп, көкөніс, мінекей осылардың бәрін біз жүгіріп барып магазиннен сатып алмай-ақ, осы
шаруашылықтарда осы мәселелерді қолға алатын болатын болсақ, біз оларға үлкен кеңес беріп, қандай жұмыстар атқару жөнінде үлкен мүмкіндіктеріміз бар. Енді бақша жөнінде үлкен мәселелер жаңағы, енді бұлардың зиянкестермен күресу жолдарын өте қиын емес. Бұл зиянкестермен күресу. Енді аурулары жөнінде біз толық мағлұмат бердік. Ендігі мәселе бұл қауымның агротехникалық шаралары, мысалы зақымданған түйнектерді жою, түйнектердің санын, тығыздығын, площадь питания дейміз ғой. Мінекей осыған ауыспалы егіске ерте егу, мысалы жырту мәселесі. Мысалы жырту мәселесінде де мына жаңағы бақша дақылдарының орналасқан жерлердегі арам шөптеріне, ондағы зиянкестеріне осыған байланысты оның жыртылу тереңдігіне де үлкен мән беру. Суаруды көбінесе біз жаңылысып жүрміз, көбінесе түнгі суару жұмыстарын жүргізіп жүрміз. Осы кездерде бұның түнгі уақыттарда күннің сәулесі жоқ болғаннан кейін фотосинтез процесі тоқтайды. Мінекей сол себептен ерте азанғы 5 пен 6-ның ортасында суару бұл қауын дақылына өте қажетті дүние. Сосын мынандай дүние бар бізде апатты ыстық, сол себептен 11 ретке шейін қауын суару деген нашар түсініктер бар. Жоқ, дұрыс емес. Міне көбінесе мына жаңағы өзбек ағайындарынан үйренуіміз керек. Мысалы алғашқы қатты ылғалдап, содан кейін еккеннен кейін, шыққаннан кейін бір рет суарып, соның тамырларының өздерінің су іздеп тереңдеуіне мүмкіндік жасауымыз керек. Сосын өздеріңізге белгілі, гүлдеу кезінде әрине суару өте қажет. Өйткені осы кездерде интенсивный осы суға қажеттілігі пайда болады бұлардың. Жылыжайларда егу. Біздің Қызылорда өңірінде әрине жылыжай шаруашылығының шекесі қызып тұрған жоқ. Сол себептен де біз жылыжай мәселесін қолға алатын болатын болсақ, мына ауыл шаруашылық басқармасы шамалы күш беретін болатын болса, ол кездерде біздің тұтыну мәселесінде өте жақсы болар еді. Пленка астында егу, ол жұмыстары жүргізіліп жатыр, бірақ әлде де оны дамытуымыз қажет. Шыдамды үлгілерді егу, яғни жергілікті жерге бейімделген сорттарды. Механикалық жол, биологиялық жол, өздеріңіз білетін, сосын химиялық жолдармен осы қауын дақылдарының барлық мәселелерін шешуге болады. Осы мәселелерді біз қолға алған жағдайда біз мына бақша дақыл өнімдерімен бізге потребность дейміз ғой, жалғыз потребность емес, біздің Қызылорда өңіріндегі аудан шаруашылықтарына шейін барлық потребностьті жабуға мүмкіндігіміз бар, және экспорттауға мүмкіндігіміз бар. Кеңес үкіметінің кездерінде сіздер жақсы білесіздер, мына бақша дақылдарының дамығаны соншалықты, әрбір біздің станция дейміз ғой, станцияларда қауын базы деген дүниелер болды. Ол өте бір керемет дүние еді. Мына халықтардың әл ауқатын көтеруге, халықты жұмыспен қамтамасыз етуге толық мүмкіндіктері бар. Мінекей сол бағыттар қазір арман қарай жалғастыруға толық мүмкіндік бар. Сол себептен қазір судың осыншалықты қиын болып жатқанын сіздер көріп отырсыздар. Тем более осындай жағдайларда біз өзіміздің ең болмағанда шаруашылықтарымызды қамтамасыз ететін бақша, көкөніс дақылдарын егу. Сол себептен де мына жаңағы жеміс ағаштарымен егуді өздеріңіз білесіздер, мына Абай Дәулет шаруашылығы қатты қолға алып, мына Әліби, мына жерде бер жағында Аққұм шаруашылығы да кішкене қолға алынған тірліктер бар. Осы дүниелерді көрген кездерде біздің қуанышымыз шексіз. Сол себептен әрбір шаруашылықтарға осындай мәселелермен айналысып, бізден кеңес алатын болатын болса, біз кеңес беруге және практикалық жәрдем беруге толық мүмкіндігіміз бар. Рахмет. Сұрақ болса?
Самат. А, Қанеке, әрине, тақырып өте қызық тақырып. Қазіргі уақытта мынау бізден Қазалы ауданы осы зиянкестермен күресу, мынау қауын шыбыны деген бәле болды ғой енді. Осыған байланысты сіздің жаңа айтқанында оны жаппай улау керек қой. Осы жағын дұрыстап түсіндіріп кетсеңіз, әйтпесе бір екі Енді былай, келеді бізге. біз Қазалы ауданында бұны көрсеткенбіз. 5 шаруашылығына 120 гектардың үстінде қауын егілді. Сонда бұның түсініктері былай. Қауын шығынында, мысалы, бір шаруашылық ерте, бір шаруашылық кеш, бір шаруашылық одан да кеш, осындай уақыттарда, осындай мерзімдерде бұны өңдеуге болмайды. Неге? Өйткені ана шаруашылық бұл 5 километрге шейін ұшатын бәлелер ғой бұлар. Сол себептен де осыны бірдей жағдайда тез бір деңгейде өңделетін болған кезеңдерде, сол кездерде барып біз мына қауын шыбынынан арыламыз. Сол себептен де қазір мына жаңағы фитосанитария шаруашылықтар несі мекемелері бұнымен қатты айналысуда. Дегенмен де осындай қажеттілік туындап жатса, біз толық консультация беруге, сосын обработка жасап беруге біздің де мүмкіндіктеріміз бар. Неге? Өйткені біз осы мәселесімен қауын шыбыны жөнінде бізде проблема жоқ. Бұны практика жөнінде біз Қазалы ауданына көрсеткенбіз. Өткенде де бізге сұрақтар болған, бірақ кейіннен бұлар бізге шығып осындай консультация ешнәрсе алған жоқ. Дегенмен де біз жалғыз консультация емес, практикалық жәрдем беруге де біз дайынбыз. Оған толық мүмкіндігіміз бар. Біздің мамандарымыз бұған маманданған. Қай кезде, қай кезеңдерде берілу керек, қалай берілу керек, бұл тәртіптерінің бәрін біз семинарда, вебинарда, дала күндерінде оларға түсіндіріп айтып та жүрміз. Сосын мына Қазалы ауданына практика жөнінде көрсеткенбіз де. Олар оның нәтижесін көрді. Қауын дақылынан соншалықты өнімнің көп болғандығы, жаңа айтып кеттім, Россияның 5 ауданы, Хромтау, сосын мына жаңағы Байқоңыр, осы мекемелермен договорға отырып, және өздерінің трассасында үлкен жаңағы ярмарка дегендей жаңағы жайылма жасап, сол жерлерде де кетіп бара жатырған жолаушыларға сатылып осындай мүмкіндіктер алған. Бұл Қазалы ауданының еңбеккерлері, Қазалы ауданының ауыл шаруашылық басқармасы, шаруашылық басшылары бұл жөнінде біледі. Біз бұл жөнінде үлкен жәрдем бергенбіз. Әлде де беруге мүмкіндігіміз бар. Қатысушылардан сұрақ қоямын деп Алло, сұрақ естіле ма? жақсы. Естіліп отыр. Сіз енді Қанеке, осы салада біраз жыл жұмыс істеп келе жатсыз, тәжірибеңіз бар. Біраз жыл осы ғылыми зерттеу институтында істеп келе жатсыз. Сіздің тәжірибеңіз осы облыстағы ең тәжірибелі маманның бірісіз ғой. Енді менде бір сұрақ, осыдан бір 3 жыл бұрын бекен, сіздің осы ғылыми зерттеу жұмыстарыңыздың нәтижесінде бір ненің қауынның сорты шықты. Атын ұмытып тұрмын. Алтайыр один. Алтайыр, Алтайыр болу керек. Сол Алтайыр қазір егіліп жатыр ма? Осы біздің облыста. Сосын сіздің алдыңызда жұмыс істеген кісілер болды. Диан Валентин Сергеевич жұмыс жасады, Құрманбек Бакирович жұмыс жасады, ең бірінші осы Алмат Алтынсариев жұмыс жасады. Қазір енді ол кісі Таразда. Сол кезде де Ливера деген сорт шықты. Сосын тағы бір не, тағы бір бірнеше сорт шықты енді. Мен Ливера ғана есімде тұр. Дәмел деген қауынның сорт шықты. Осы жөнінде не айтасыз? Сіздің өзіңізде сол сорттар бар ма? Алтайыр енді өзіңізде болу керек қой. Өзіңіздің сортыңыз болғаннан кейін. Жақсы. Қалған сорттар жөнінде не айтасыз? Рахмет. Қазақ ғылыми зерттеу институтының ғалымдарының атқарған селекциялық жұмыс нәтижелері бойынша Сырдария, Балшекер, Ната, Дәмелі, Ливера, Алтайыр сорттары шығарылып, шаруашылықтарға егілуге берілген. Соның ішінде жаңағы сіз айтып отырған Алтайыр сорттары қазір біздің өзіміздің өзіміздің гендік қорда тұр. Бұл неге сорт
сорт болып шыққанмен бұл енді сорт болып бекітілу керек. Қазір бұл толық сорт болып бекітілу үшін жаңағы сорт сынақ инспектурасына барған, мінекей осы сорт сынақ инспектурасынан бермен қарай бізге одобрение келген жағдайда біз бұны шаруашылықтарға толық тарқатуға мүмкіндігіміз бар. Бұның перспективасы өте жақсы. Мысалы, қазіргі рынок жағдайларында, мысалы, қарақауын, күләба, бұлар өте жақсы, дәмді, тәтті болғанмен, мына жаңағы жақын алыс шетелдерде, мысалы, ондай үлкен қауындарды тіліктеп жейді. Әсіресе мына орыс ағайындар. Мінекей сол себептен де бұның көлемі жөнінде, дәмі жөнінде, сосын оның түсі жөнінде, бұлардың жаңағы рыноктағы сұранысы жөнінде өте керемет, сүйкімді, кішкентай ғана 2 мен 3 килограммның ортасында ғана салмағы бар. Мінекей кез келген тұтынушы мұны сатып алуға мүмкіндіктері бар деген сөз. Міне кейінгі кездерде өзі рыноктың өзі осындай жағдайларға бейімделген. Сол себептен де селекционердің негізгі мақсаты мына сұраныс пен ұсыныс, мінекей сұранысты ұсыныс, сосын осы біздің ұсынысымызды олар қабылдау үшін сұраныс болу керек. Мінекей сұраныс болуға өзі сұранып тұрған осы Алтай радио сорты. Құда қаласа бұл шаруашылықтарға келешекте таратылады. Осы сорттардың таратылу мәселесінде мен тағы да бір дүниелерді айтып кетейін. Мына біз Казнипо Алматы жеміс-жидек көкөніс институтымен бірігіп жұмыс істейміз. Бұнда да шығарылған бірнеше сорт картоптың дүниелері бар. Енді осыны өңірлер бойынша тарқатылу, осы өңірлердегі біз сияқты институттарға, станцияларға байланысты. Біз келешекте осы енді соңғы жылдар өздеріңіз білесіздер, мына картоп өніміне үлкен сұраныстар болып отыр. Кеше Айтбаев мырза келіп кетті, генеральный директоры мына жаңа Казнипоның. Онымен біздің Шілтекең үлкен келісімге келгендей болып отырмыз. Келешекте осы жаңа отандық сорттарды жергілікті жерге бейімдеу мәселесімен біз айналысамыз ба деп отырмыз. Бұл бір рет бұл жөнінде айналысқанбыз. Сіздер жақсы білесіздер, мына Бестамда егілді, мына Айдарында егілді. Бұлардың 3 сорттары. Сөйтіп біздің жерге олардың бейімделу мүмкіндіктері анықталған. Бірақ енді осыны біздің жерге бейімделген сорт есебінде қабылдау үшін біз осыған келешекте ПСП дейміз ғой, енді бағдарлама бойынша жұмыс істейміз деген үмітіміз бар. Рахмет. Негізі мынау Қанағат Біләлұлы, сіз енді жақсы таныссыз ғой. Мынау біздің қазір осы Қызылорда өңіріне кіріп жатқан, Қызылорда қаласына сатылатын қауын қарбыздар өзінің бір допустимый норма дейді, нитраттар. Сондай болу керек, бірақ одан асып та жатады, дәмінен де иістері шығып жатады. Осымен күресті жалпы қалай жүргізуге болады, және осы жөнінен жалпы айтып жіберсеңіз. Өте жақсы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз негізі бақша дақылдарының агротехнологиясы болып отырған кездерде біз осы агротехникалық шаралардың ішіндегі ең үлкен дүние мына жаңағы осы химиялық препараттарды қолдану мәселесі. Мысалы, жаңа ғана мен айтып кеттім, оңтүстік өңірден келіп жатырған қауындар пленка арқылы егіледі, өздеріңіз жақсы білесіздер. Бізде енді түйініктеп жатқанда олар пісіп жетіледі. Міне сол кездерде допустимый дозы внесения минеральных удобрений дейміз. Мына біздің топырақ үлгілері алыну керек. Топырақ үлгілері алынғаннан кейін ондағы құрамындағы азот, фосфор, калий тыңайтқыштарының мөлшері анықталады. Енді өнім дейді. Сосын жоспарланған өнім деген бар. Біз жоспарланған өнімге өзінің қажетті ғана дозасын біз беруіміз керек. Осы мәселелер агротехникалық шараларда оңтүстік аудандарда сақталмай отыр. Сол себептен де мінекей бізге келген
нормамыз мысалы 60 болатын болса, қазір 600-ге шейін, 580-ге шейін барып жатыр. Ол не деген сұмдық? 10 есе, 8 есе, 5 есе. Бұрынғы мен жаңа ғана айтып кеттім, біз агропром комитет жұмыс істеп жүрген кезімізде жобалау зерттеу станциясы жанында бізде осы зертхана болатын тұғын. Осы санэпидстанциямен бірлесе отырып, мына әрбір базарларда жылжымалы вагонмен жаңағы экспресс методпен лаборатория болатын тұғын. Мінекей осы мәселелерді қолға алу керек. Сол кездерде 5-тен 10-ға шейін бір күнде жаңағы келген кузовтағы бақша өнімдері болсын, басқа өнімдері болсын, утилизация жасалынатын. Қазір утилизация жасап жатырған 1,5 болмаса көрмейміз. Неге? Өйткені қазір қай базарға барсаң да сертификат соответствие деген дүние болу керек. Сертификат соответствие жоқ дүниені алып сату, ол преступление. Біздің Қазақстанда осындай заңдылықтардың бәрі қайтадан орнына келмей, бұл адамдардың денсаулығын жөндемек түгіл, адамдардың денсаулығын өз экологиялық апат аймағында біз құртып жатырмыз. Бұл өте дәруменді қажетті дүние деп сатып алады. Ал олардың бізге жаңа ғана айтып кеттім, инфекционный больницада егер хабардар болатын болсаңыздар, 30-40 адамға шейін қазір жататын орын жоқ, коридорларда жатыр. Бұл не деген сұмдық? Мінекей осы мәселелер жөнінде мына қауымның бақша дақылдарының агротехникалық шараларын сақтау, бұл констант болу керек. Констант. Ал сол кездерде егер ояқтан келетін өнімдер 1,5 болмай, жаппай осындай артық нитраттары бар дүниелер егер утилизацияға кететін болса, ол кездерде келесі жылы мынандай тірліктердің бәрі тоқтау болар еді. Біздің ең негізгі факторымыз адам ғой, адамның денсаулығы. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда адам санының аздығы соншалықты, 20 Франция сиятын жерде осындай адаммен біз өмір сүріп жатырғанда, ол адамдарды осындай дәруменнің орнына улы заттар беріп құрту бізге бұл меніңше преступление. Мінекей сол себептен де қазіргі мына агротехникалық шараларды сақтау, мына жалғыз агрономның ғана емес, жалпы халықтың ісі. Халықтық тірлік бұл. Енді бұл қауын өнімінің соншалықты адам ағзасына қажеттілігі, мысалы, бұл біздің келешегіміз жастар дейтін болатын болсақ, балалардың да денсаулығына үлкен пайдасы бар. Мысалы, емізіліп отырған кісілердің жаңағыдай нитратты жоғарғы дүниені жеп алып, оларды емізуі, бұл қылмыс емес не сонда? Мінекей сол себептен де мен соңғы кездерде айтып жүрген біздің күріш ғылыми зерттеу институтына, кішкентай лабораториясына осындай тексеруге рұқсат етілетін лабораториясы берсе, экспресс методпен барлық мына күніне түсіп отырған супермаркетіміз бар, магазиндеріміз бар, овощтың саны тонналап, 200 тонна, 300 тонна күніне бізге заттар келіп жатыр, осы күмәнді. Біреуінің сертификаты жоқ. Мен бір аралап көрген кездерде таң қалдым. Біздің кезімізде ондай дүние болмайтын. Мына жаңағы әрбір шаруашылықтарда жаңағы не тұр, аудандарға овощ магазиндері ашылды ол кездерде. Сол кездерде сатылатын овощтардың бәрінде мына жаңа сертификат соответствие болатын еді. Мінекей сол қазір санэпидстанцияның осы құзырлы мекеме болғанымен толық осы қанды осыларға тексеріп, осылардың бәрін үлгеруіне мүмкін емес. Сол себептен осындай зертханалық жұмыстарды ашуға толық қанды мүмкіндік бар. Біздің ортаға тағы да бір кісі, белсенді кісі қатысып отыр, және сұрағы бар ау деймін. Алмат Алтынсариев мырза, ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Қанағат Біләлұлына сіздің сұрағыңыз? Естіліп тұр ме? Жақсы, естіліп тұр. Сұрақ Бар ма сұрағыңыз? былай ғой,
Қызылорда өңірінде қазіргі кезде соңғы кезде мынау Темірбек Жүргенов атындағы ауыл бар ғой. Сол жерде Әліби деген баламыз бар. Соның қолданып жатқан газ технологиясы, соңғы техникаларды пайдалануы, сол арқылы көкөністі Дауысын көтерші. егіп мол өнім алып жатыр ғой. Мол өнім алып жатыр. Осы технологияны бізге жалпы облыс көлемінде ендіруге бола ма? Мүмкіншілік бар ма оған? Сондай техникаларды алуға. Дауысым естілмеді ма, не болды? Дауысым естіліп тұр ма? Нашар естіліп тұр сұрақ. Дауысын көтерші, Самат. Мен дауысын көтере алмаймын. Жоқ, не деді? Мына технология, жаңа технологиялар жөнінде ғой, вопрос. Облысқа жаңа технологиялар. Мен жаңа ғана айтып кеттім. Мына Қазалы ауданында жаңағы 3 жаңа Беларусь алынды. Осы қауын бақша өнімдерін дамыту бағытында, мына мемлекеттік қолдау мәселесінде. Бір обыш егетін сейілкі алынды. Сосын у шашатын дүниелер алынды. Мінекей сол себептен де қазір неше түрлі проектілер бар, мүмкіндік бар. Сол себептен де қазір жаңағы бақша дақылдарын жаңағы қол жұмысын 80-90%-ға шейін төмендету мүмкіндіктері бар дедік қой. Ол бізде зерттеліп, біздің институтта толық қанды жаңағы неден өтті. Енді біз осы 10-15 күннің ішінде ойлап отырмыз, осыған енді біз патент аламыз ба деп. Құда қаласа патент алған жағдайда біз сіздерге осы мәселелердің бәрін толыққанды түсіндіруімізге мүмкіндігіміз бар. Жаңа ғана мен бақша дақылдарының технологиясы жөнінде айтып кеттім сізге, қалай оны қол жұмысын төмендетуге болады. Біз мен совхоз техникумда замдиректор, бас агроном болып жұмыс істеп жүрген кездерімізде 100 гектар картопты 10 адаммен ектік. Бұл енді ол қазір 1 гектарға 1 адамнан жұмыс істеу керек негізі. Неге? Өйткені жер айдау, мысалы, оны тегістеу, оны жаңағы егу, оны жаңағы суару, оны жаңағы ортасын бәрін культивация жасау техника, толқы жинау техника, бұны сорттау және жаңа сақтау. Осы мәселесі ғана сонда 10 адам толық 100 гектарға жұмыс істеді. Бұл, конечно, қазіргі жағдайда қажет-ақ дүние. Қазір біреуінде Беларусь бар, біреуінде жаңағы картофель сажалка бар, біреуіне біреуі бермейді, осындай жағдай. Қазір комплектация дейді. Барлық дүниелерді осы қазір алып біріктіретін жағдай болатын болса, сол кездерде толық мүмкіндік бар. 100 гектарды 10 адаммен егу, ол кезде Невский деген сорт болды бізде, жаңа Россияның. Вот 2 адамның жұлдызындай болды картоп. Мінекей сол себептен қазір картоп өнімдерінде өндіруге болады, бақша өнімдерінде өндіруге болады. Мысалы, шаруашылықтың өзін, мысалы, обышпен қамтамасыз етуге әрбір шаруашылықтың мүмкіндігі бар. Кішкентай ғана 1-2 гектар жерге егіп обышты, мысалы. Обышқа соншалықты. Бақшаны бір 10-15 гектарге ексе полный жетеді. Сыртқа да, өзіне де, мінекей. Осындай технологияларды біз пайдалануымыз керек қой. Ол біздің қазір барлығы қағазда тұр, қағаз жүзінде. Енді оны іске асыру үшін қазір менің имақ досым айтып еді, жаңа технология деген техника ғой деп. Оған қажетті техникалар, оған комплектация. Осы техникасы жоқ, ауызбен айта бергенмен жаңағы тұзды, тәтті дегенмен еш уақытта тәтті болмайды. Мінекей сол себептен біздің кезеңімізде звондайын деп отырғанда Украинадан картофель сажалып келетін еді, Украинадан комбайн мощный келетін еді, культиватор келетін еді. Қазір қаяқтан аласың? Мына жаңағы менің ашуланып жүргенім, мына неге қатты жазып жүргенім, мына тырманы біз Россиядан сатып аламыз. Тырманы любой кузнецке берсең, балғамен орап жасауға мүмкіндігі бар. Мысалы, бізден ине де шықпайды, түйме де шықпайды ғой енді. Мына қазір бізге қазір инновация деген сөздің өзі, дамудың өзі техника. Осы жаңа заманауи техника оның ішінде. Өздеріңіз білесіздер, күрішті біз жерға шеспен орғанда 1 гектар болатын еді, қазір енді көріп отырсыздар, мінекей
қазір мына соңғы жатқылармен біз мына нелер келді. Сонымен қазір 20 гектарге шейін орып жатырмыз. Мінекей технология деген қазір дамып кетті. Біздің ғылым қазір шауып кетіп бара жатыр дағы. Біздің мына жаңа оның дамуы әшейін сөз болып қалып жатыр. Осының бәрі техникаға байланысты. Техника болса, мына жаңағы мен айтып жүрмін. Қазір менің жыным келетіні мына Қызылорда облысында, ең болмаса орталығында картоп сақтайтын арнайы қойма жоқ. Оны не болды? Облыстың орталығында қойма жоқ деген ол масқара емес пе мысалы? Күзде күні арзан деп әкеліп қояды, 1000 тонналап шірітеді, оны халықтың ақшасы бәрі. Өте ауыр жағдай. Бұны мен айтпасқа мүмкіндігім жоқ. Өйткені мен мына агропром комитетінде начальнигі де болдым, облыстың тұқым инспекциясын басқардым. Сонда біздің кезімізде ең болмаса мына жаңағы землянка деген дүние бар еді. Ана овощи хранилище қазір Қорқыттың бойында. Қазір ана темірден істеп қойған жаңағы даңғырлақ овощи хранилище деп жасап қойған, оның ішінде 1000 тонналап картоп шіріп жатыр. Ол біздің халықтың бюджеттің ақшасы. Оны ешкім санап жатқан жоқ. Пияз шіріп жатыр сасып. Ал енді осы дүниелердің бәріне біз көзді жұмып қарап отырмыз. Қазір ашық айтатын заман. Техникамыздың пошымы мынау, ана жаңа от алдырсаң, артынан итеріп жүрмесең, жаңағы соқаны тарта алмайды. Оның бәрі қазір заманауи болу керек қой, біздің мүмкіндігіміз жетеді. Осы техникалардың бәрі қолымызда болатын болса, біз сіздерге қандай инновация керек, біз сол инновацияның бәрін қағаз жүзінде емес, біз практика жүзінде көрсетуге мүмкіндігіміз бар. Мен өзі 20 жылдың үстінде шаруашылықта істесем, 10 жылдың үстінде мына агропром комитет бағытында жұмыс істедім. Қазір ғылымда жүргеніме 7-8 жыл. Мен ғалым болғаныммен өзімді практикпін деп есептеймін. Сол себептен мына ғылыми жұмыстар өзі мына шаруашылықтарға еніп жату керек. Оған ауыл шаруашылық басқармасы мұрындық болу керек. Барлық дүниелердің шаруашылыққа енуіне үлкен септігін тигізу керек қазір. Өйткені қазір ауыл шаруашылық басқармасының құзырында ондай дүниелер азайып кетті, біздің кезімізде емес. Осының бәрін қалыптастыру керек. Мен солай ойлаймын. Сол кездерде барып шаруашылықтар кішкене жаңағы мынаны былай қылу керек екен, мынаны олай қылу керек дегенде тыңдайды. Қазір тыңдайтын құлақ қаған жоқ, қазақша айтқанда. Біз мынаны жаңағы зуылдатып айтып кетеміз, оны орындайтын адам жоқ. Бір құлақтан кіріп, екінші құлаққа шыққан деген ол жақсы нәрсе емес. Келешекте бұл ауыл шаруашылығы қазір өте қазір мына мені қамтамасыз ету азық-түлікпен. Мына балансты ұстап тұру, бұл үлкен мәселе. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, қуаңшылық. Мына солтүстіктерімізде қандай бидайлардың қандай, мына Шымкенттің бидайын көріп отырсыздар мысалы. Осылардың бәріне технология жоқ емес бар. Ол технологияны сақтап тұратын техника. Соған қажетті дүниелер. Мінекей бұл ғалымдардың дүниесінің бәрін іске асыратын кішкентай практичный осындай мәселелермен айналысу керек. Сол кездерде біздің жаңағы айтқан сөздеріміз дәлелді болады. Судыраған сөз емес, кәдімгі жаңағы практикаға енген, айтқанды тыңдайтын құлақ болады сол кездерде. Біз айтамыз, ол техникасы жоқ, картоп немен егеді, қолмен егеді, 1 гектарға 1 адам, оның шығыны шашетекте онан қайта Павлодардан келетін жаман картопты сатып алу. Ал бізде не картоп деген? Картоп деген түкті емес. Мен жаңа айттым ғой, 100 гектарды мен 10 адаммен егемін. Мінекей, осындай мәселелерді шешуіміз керек. Шешетін уақыт жетті, асып кетті, керек болатын біз. Облыс көлемінде овощи хранилище жоқ деген сөз, ол катастрофа. Меніңше оны түсінбеймін мұндай. Тұқым шаруашылығын айтпай-ақ қояйын. Тұқым шаруашылығы не болды қазір? Мына неде менің қарамағымда мына Алматинский овощи-бақшевых культур болды, хозяйство болды. Мына жерде мен семена деген магазинім болды. Ал қазір қайда солар? Қай-қай қашып кетті? Ешкім қашып кеткен жоқ, соның бәрін қолдан жасап отырмыз. Осы қолдан жасалған бәле ауыл шаруашылығының несін, мәртебесін түсіріп, ұнжырғасын түсіріп, мына ғалымдардың сөзінің бәрін бұлшылбай қылып, бәрін теріске шығарып отырған осы шаруашылықтың
осы мына жаңағы бесхозный жұмыстары мына осы бесхозный жұмыстарды азайтуымыз керек. Сол кездерде айтылған тірлік орындалады. Біз айтамыз, ол желге ұшып кетеді, оның керегі не мысалы? Бүгін мен қанша әңгіме айтып отырмын мысалы. Мына бақшаның агротехникалық шаралары деген кездерде, міне Шымкенттің біз не жасап жатыр Шымкент? Ал келді, сен қауының енді түйнектеп жатыр, олар пісіріп әкеліп берді. Астына от жақты ма? Жоқ. 5 есе артық тозысын берді, әкесін танытып бізді улап жатыр, біз оған рахметімізді айтып жеп, ақшамызды төлеп жатырмыз, оларға инвестиция құйып жатырмыз. Не, біз соны көзіміз көрмей отыр ма? Сондай удобрение беріп, сондай жағдайға әкеліп пісіріп беруге. Мінекей, қауынды жеудің сұрауы енді келеді. Ана өтірік қауындарды жемеу керек. Оны тексеретін лабораторияны ашуымыз керек. Уақыт жетті. Әшейін сөзден біз іске көшетін уақытымыз жетті. Мен солай айтамын. Мен ешқандай пенсиядан біреу менің орнымда қояды, қызметімді қояды деп отырған жоқпын. Сол себептен просто менің жан айқайым жаңағы қазіргі ғалымдардың тірліктерін іске асырушы осы біздің жаңағы жоғарыда отырған кісілер. Мына ауыл шаруашылық басқармасына дымда қазір біздің кезіміздей құзыр берген жоқ. Сол себептен оларға қазір бір нәрсе айту қиын. Ол әшейін мемлекеттік қызметкерлер. Ол не болды? Шаруашылық қазір бетімен кеткен, өзін не істейін десе соны істейді. Әкеліп жатырған сорттары ана күріштің туберкулезбен бәлелердің бәрін алып келді мына жаңағы Краснодардан. Біздің кезімізде ондай бактериялық аурудың біреуі де болған емес. Міне карантин қайда менің кезімдегі? Карантин қайда? Расымен карантинді қолға алу керек қой. Қазір осы мәселелерді қолға алған жағдайда барып біздің ауыл шаруашылығы түзеледі. Онсыз болмайды. Менікі қаттырақ айтып жатсам кешірім сұраймын, бірақ дегенмен факті сондай. Жалпы Қанағат Біләлі біздің тақырыптан сәл ауытқысақ та бір-бірінен туындайтын мәселелер ғой. Дұрыс айтасыз. Тағы да сұрақтарыңыз болатын болса, құрметті қатысушылар, олай болатын болса тағы да естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі вебинарымыздың спикері Бегалиев Қанағат Біләлі. Бұл білім және ғылым зерттеулердің қолжеттілігін арттыру бағытындағы семинарымыз болатын. Біздің семинарларымыз сейсенбі күндері өтіп тұрады. Қатысқандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Келесі вебинарларымызға сіздерді шақырамыз. Қанағат Біләлі, сізге көптен көп рахмет. Шет арқатар әңгіме дүкен құрдық. Рахмет сізге. Көп рахмет сіздерге де. Үлкен рахмет. Жақсы.